Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бізде көктем келіп жатыр, соған байланысты керемет көңіл күймен, осындай түрлі түсті көкөністермен бүгін лағман жасағым келіп тұр. Сіздерге лағманның қамырын қалай созу керектігін, бір тегіс етіп шығаруды және де лағманды өте дәмді етіп шығарудың құпияларымен бөлісетін боламын. Ол үшін көкөністеріміздің барлығын қабығын ашып, жуып тазалап аламыз. Лағманның салмасына керемет түс беру үшін мен осындай қызыл пиязды алдым. Қызыл пиязды 4 бұрышты етіп тураймыз. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Келесі тұрыпты да 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен қосып жатқан көкөністердің барлығы денсаулыққа өте пайдалы. Келесі шалғамды да видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп тураймыз. Қабығын аршымаймыз. Осындай цветная капуста, яғни түрлі түсті орам жапырақты да қолдың көмегімен осылай майдалап шығамыз. Сәбізді 4 бұрышты етіп тураймыз. Сарымсақты пресстен өткіземіз. Келесі ақ желкен, яғни петрушканы видеода көрсетілгендей майдалап тураймыз. Ең соңында етімізді 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен қой етін алдым. Сиыр етін алсаңыздар да болады. Келесі қызып тұрған табаға сұйық май құйып, етті салып қуырамыз. Жай отта 15 минуттай қуырамыз. Оның үстіне пиязды салып 10 минуттай қуырамыз. Келесі қалған көкөністердің барлығын қосып, араластырамыз. Барлығын жай отта 15 минуттай қуырамыз. Келесі 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Дәміне қарай тұз және де шай қасықтың ұшымен ғана қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Ең соңында сарымсақты салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Табаға толтырмай су құйып, жай отта бұқтыруға қоямыз. Осы уақытта қамырын дайындаймыз. Ол үшін салқын суға 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Келесі ұнның үстіне сұйықтықты аз-аздан қосып отырып, қатты қамыр илейміз. Мінекей осындай қолға жабыспайтын, қатты жұмсақ емес қамыр илейміз. Бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы уақытта біздің салмамыз дайын болды, барлығы пісіп шықты, енді астын өшіреміз. Қамырды алып, видеода көрсетілгендей қалыңдықта оқтаумен жаямыз. Барлығын бірдей мөлшерде осындай ұзынша жолақтарға бөліп шығамыз. Барлығын қапшыққа саламыз. Әрқайсысын қапшыққа салған сайын үстіне сұйық май жағып отыруымыз қажет. Өйткені қамырлар бір-біріне жабысып қалмай және де майды бойына сіңіріп, иілгіш қасиетке ие болады. Қапшықтың бетін жауып, шетінен тек бір-бірлеп алып отырып, лағманның ұзынша формаларын жасаймыз. Қатты салмақ салмай, осындай қамыр жайып жатқан сияқты илейміз. Қатты жіңішке де болып кетпеуі қажет, тура видеода көрсетілгендей жасаймыз. Осылай қамырды илеп болғаннан кейін үлкен ыдысқа сұйық май жағып, қамырды видеода көрсетілгендей ораймыз. Қамырдың үстіне тағы да кішкене мөлшерде сұйық май жағып, үстін қапшықпен жауып қоямыз. Барлық қамырларды дәл осы ретпен илейміз. Және де дәл видеода көрсетілгендей бір-біріне жалғап орап шығамыз. Келесі енді ең ортасындағы қамырды алып, тағы да илеуді бастаймыз. Видеода көрсетілгендей барлығын бірдей қалыңдықта бір тегіс етіп илеп шығамыз.
Келесі қамырды қолымызға осылай орап алып, үстелге бірнеше рет ұрамыз. Қалған қамырлардың барлығы дайын болғаннан кейін қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. Әр қамырды 5 минуттай жұмсақ болғанша пісіреміз. Қамыр піскеннен кейін ыдысқа салып, үстіне салманы салып, өзіңіздің қалауыңызша сәндеп, осылай әдемі етіп ұсына берсеңіздер болады. Қамыры көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс езіліп кетпей, үзілмей, жақсы болып пісіп шықты. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.